Қазақстан азаматтары үшін Қытайға саяхат жасау бұрынғыдан да оңай. 2023 жылдың қараша айында екі ел визасыз режим енгізді. Бұл дегеніміз, қазақстандықтар 30 күнге дейін визасыз Қытайға бара алады. Бұл екі ел арасындағы туризм мен бизнестің дамуы үшін маңызды жаңалық. Жаңа әуе рейстері саяхатты одан сайын жеңілдетеді. Fly-Aristan 2024 жылдың мамыр айында Алматы мен Құлжа арасында тікелей рейстерді іске қосты. China Southern Airlines 2024 жылдың сәуір айында осы бағытта чартерлік рейстерді бастады. Бұл жаңа рейстер Қазақстан мен Қытай арасындағы саяхатты ыңғайлы және қолжетімді етеді. Визасыз режим және жаңа рейстер Қазақстан мен Қытай арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған кең ауқымды жұмыстың бір бөлігі. 2023 жыл Қытайдағы Қазақстан туризмінің жылы болды. 2024 жыл Қазақстандағы Қытай туризмінің жылы. Бұл бастамалар екі ел арасындағы туризм мен экономикалық ынтымақтастықты арттырады деп күтілуде. Қытайдың өте қатал заңдары бар. Бұл заңдар өмірдің көптеген салаларын қамтиды. Кейбіреулер бұл заңдар тәртіп пен тұрақтылықты сақтау үшін қажет деп санайды. Басқалары олардың тым шектеулі деп санайды. Қытайдың қатал заңдарының бір себебі оның тарихы. Қытайдың авторитарлық биліктің ұзақ тарихы бар. Үкімет дәстүрлі түрде өз азаматтарына қатаң бақылау жасап келеді. Бұл бақылау елдің заңдарында көрініс табады. Тағы бір себебі Қытайдың саяси жүйесі. Қытай коммунистік ел. Коммунистік партия билікке монополияға ие. Партия үкімет пен әскерді басқарады. Ол сондай-ақ қоғамға күшті ықпал етеді. Партияның идеологиясы тәртіп пен бақылауға баса назар аударады. Бұл идеология Қытайдың заңдарында көрініс табады. Қытайдың заңдары Қытайға саяхат жасайтын немесе Қытаймен бизнес жасайтын қазақстандық азаматтарға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Мысалы, Қытайда интернетті пайдалануға қатысты қатал заңдар бар. Facebook және Google сияқты веб-сайттар бұғатталған. Қазақстаннан келген қонақтар бұл веб-сайттарға кіру үшін VPN пайдалануы керек болуы мүмкін. Қытайда діни қызметке қатысты қатал заңдар бар. Діни топтар үкіметте тіркелуі керек. Рұқсат етілмеген діни қызметке тыйым салынады. Бұл Қытайда жүргенде өз дінін еркін ұстануды қалайтын қазақстандық азаматтар үшін алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Қазақстан азаматтарының Қытайға сапар шегер алдында осы заңдардан хабардар болуы маңызды. Олар кез келген түсінбеушіліктерден немесе құқықтық мәселелерден аулақ болу үшін жергілікті заңдар мен әдет-ғұрыптарды зерттеп түсінуі керек. Қазақстан-Қытай қатынастарының болашағы күрделі. Екі елдің ұзын шекарасы бар. Олар маңызды экономикалық серіктестер. Дегенмен, қиындықтар да бар. Қытайдың Орталық Азиядағы өсіп келе жатқан ықпалы Қазақстандағы кейбір адамдар үшін алаңдаушылық тудырады. Олар Қытайдың экономикалық және саяси ықпалына алаңдайды. Осы қиындықтарға қарамастан, Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынас күшті болып қала береді деп күтілуде. Екі ел де экономикалық ынтымақтастықтан пайда көреді. Визасыз режим және басқа да бастамалар оң қадамдар болып табылады. Олар екі ел арасындағы байланысты нығайтуға көмектеседі. Қарым-қатынастың алдағы жылдары қалай дамитынын тек уақыт көрсетеді.